Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін каналымызда осындай банан дәмімен және осындай бір қолмен ақ үзілетін өте жұмсақ, аузыңа салсаң еритін кекстердің рецебін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге 2 жұмыртқа керек. Осының үстіне қант қосып, жақсылап әппақ болып, қанты ерігенше миксерлейтін боламыз. 2-3 минуттай миксерледім. Массамыз осындай әппақ болып көтерілді. Оның үстіне сұйық май қоямыз. Тағы да миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Керекті ингредиенттердің граммдарын видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Толықтай араластырып алдық. Енді осының үстіне електен өткізіп, ұн салатын боламыз. Толы 1 шай қасық қопсытқыш саламыз. Тағы да жақсылап толық бір масса шыққанша араластыратын боламыз. Ұнымыз түйіршіксіз бір тегіс болып араласуы керек. Мінекей осындай қою массада шығады. Енді осыған бір бананды езіп чанышқымен қосатын боламыз. Бананның жақсы піскенін әрі жұмсақ, дәмдісін алғандарыңыз дұрыс. Сонда кекстерімізден бананның дәмі ерекше болып шығып тұрады. Банан салғаннан кейін тағы да осылай миксермен араластырып аламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасы арқылы өзіңізге тіркей кетіңіз. Және де осы видео ұнаған болса, комментарияларыңызды, лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Енді осы массамызды дайындап қойған кекстің формаларына 1 қасық, 1,5 қасықтан салатын боламыз. Және духовкамызды 220-200 градусқа қыздырып қоямыз. 20-25 минутта пісіп шығады. Әркімнің өз духовкаларының қызулығына қараңыздар. Және піскендігін осылай ағаш таяқшамен тексеріп алдым. Ағашымыз құрғақ болып шығу керек. Өте дәмді болып шықты кекстарымыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осындай жұмсақ және ауызда еритіндей өте дәмді болды. Отбасыларыңызға жасап берсеңіздер, барлығына ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.